Бұл ғажайып ғимарат 100 жылға жуық уақыт ішінде өлім қонақ үй атағын алды. Ол ашылған күннен бастап бұл аймақта өмір сүрген барлық зұлымдықтардың, қатыгез маньяктардың, суицидтердің магниті болып көрінді. Ал 21 ғасырда Сесил қонақ үйінің қанды тарихы шоу жүргізуші Райан Мерфиді American Horror Story бағдарламасының 5-ші маусымын жасауға шабыттандырды. Біз осы мистикалық ғимараттың шежіресіне сүңгіп, оның қабырғаларында болған қорқыныштың толық бейнесін айтамыз. Американдық қорқыныштық хикаяның ойдан шығарылған Кортез қонақ үйінің шынайы өмірдегі Сесил қонақ үйімен көп ұқсастықтары бар. Сериал өлтірушілер дәліздер бойымен жүріп, өз үйіндей сезінеді және бөлмелердің жабық есіктерінің артында қорқынышты оқиғалар орын алады. Қонақтар өз өмірін қияды немесе терезеден құлап кетеді. Бірақ Кортез тұрғындарының ең үлкен трагедиясы олар өлгеннен кейін де бұл қорқынышты қонақ үйден шыға алмайды. Олар торға қамалған жануарлар сияқты ғимаратты аралап, тірі қонақтарды қорқытады. Сесил қонақ үйінде де мазасыз жандармен кездесулер жиі өтеді. Мысалы, ғаламтордан ұялы телефон камерасына қонақ үйдің 4-ші қабатының терезесінен сыртқа қарап тұрған әйелдің елес бейнесі анық көрініп тұрған суретін табуға болады. Мүмкін бұл Сесилге жұмбақ өлімнің қарсаңында барған Қара Далия деп аталатын актриса Элизабет Шорттың рухы, немесе бөлмелердің бірінде айуандықпен өлтірілген телефон операторы Пиджион Голди Оскуттың елесі болуы мүмкін. Қалай болғанда да, бұл Сесил қонақ үйінің 16 тұрғынының кез келгені болуы мүмкін. Олардың өлімі әлі де жұмбақ күйінде қалып отыр. Бұл ғимаратта тағы қандай қараңғы құпиялар жасырылған? Достар, видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. 1920 жылдардың басында тәжірибелі қонақ үй иесі Уильям Бэнкс Ханнер бай бизнесмендерді немесе әлеуметтік мәртебесі жоғары саяхатшыларды орналастыра алатын люкс қонақ үйге $1,5 миллион инвестиция салады. Ғимараттың құжаттарын рәсімдеуге, салуға, безендіруге 3 жыл жұмсалады. Ақырында 1924 жылы Сесил қонақ үйінің салтанатты ашылуы болады. Алғашқы қонақтар интерьерді безендірудің талғампаздығына тәнті болады. Мәрмәр вестибюль, сәнді баспалдақ және сәнді витраждар сізді бірден сәнді демалысқа дайындайды. Сесил қонақ үйі сол уақытта Америкадағы ең танымал қонақ үйлердің біріне айналуы мүмкін еді. Бірақ күтпеген жағдайлар оның дамуына кедергі болады. 20-шы жылдардың аяғында ел американдық өмірдің барлық салаларында қатты зардап шеккен ұлы депрессияға, яғни экономикалық дағдарысқа ұшырайды. Сесилдің бай қонақтарының ағыны айтарлықтай азаяды. Сондықтан Ханнер шарасыз шаралар қабылдайды, тұру бағасын төмендетеді. Бұл қайғылы салдарға келеді. Уолл-стрит кәсіпкерлерінің орнына күдікті адамдар қонақ үйді аралай бастайды. Олардың көпшілігі көршілес орналасқан кедейленген қылмыс ауданы Скид Роумен байланысы бар еді. 4 миль радиуста тұратын 10 мыңға жуық үйсіз адамдар да қонақ үйдің тартымдылығын арттыра алмайды. Бірте-бірте Сесил құлдырай бастайды. Қонақ үйге байланысты қайғылы оқиғалар Сесил ашылғаннан кейін бірден пайда бола бастайды. 1927 жылдың қаңтарында Перси Ормонд Кук есімді 52 жастағы ер адам бөлмелердің бірін алады. Әйелімен қатты жанжалдасып, үміт үзілген еді. Бірнеше сәтсіз татуласудан кейін Кук мырза қару алып, өз-өзіне қол жұмсайды. Оқтың өткір дыбысы Сесилдің қалған тұрғындарының назарын аударады. Олар ер адамның қаңсырап жатқан жерінен тауып алып, жедел жәрдем шақырған. Дәрігерлер госпитальға барар жолда Кук мырзаның өмірі үшін жан аямай күреседі. Бірақ талпыныстары сәтсіз аяқталады. Ол бірнеше сағаттан кейін операция бөлмесінде қайтыс болады. Кук мырзамен болған оқиға өзінің абыройын ойлаған қонақ үй директорын қатты қынжылтады. Дегенмен әр қонақ үйде дерлік өз тарихында осындай қайғылы эпизод болады. Бұл Сесил қонақ үйіндегі өз-өзіне қол жұмсау оқиғаларының басы ғана деп ешкім күдіктенбеді. 1931 жылы бөлмеде қонақтың жансыз денесін тапқан қызметші қыз шошып айқайлайды.
Ол Манхэттен тұрғыны Нортон есімді адам еді. Медициналық сараптама өлімінің себебі улану деген қорытындыға келеді. Бір жылдан кейін байғұс қызметші тағы да өз-өзіне қол жұмсаған оқиғаның куәсі болады. Бенджамин Доджич есімді ер адам жазба қалдырмай өз-өзіне қол жұмсайды. Ал 1934 жылы сержант Луи Борденнің өмірі аяқталады. Ол қонақ үй бөлмесінің еденінде жазылған бірнеше парақ қағазын жанынан табылған. Жеке деректерге сүйенсек, сержант денсаулығының нашарлауына алаңдап, ақыл-есі жойылмай тұрып, өліммен бетпе-бет келуді шешкен. 1937 жылдың көктемі өте оғаш оқиғаға ұласады. Қонақ үй алдындағы тротуардан телефон сымдарына оралған Грейс Магро есімді қонақтың денесі табылады. Өлім алдында үлкен биіктіктен құлау болғаны анық. Алайда полиция Магроның өлімі жазатайым оқиғаның немесе суицидтің салдары екенін анықтай алмайды. Бір жылдан кейін қонақ үйдің тағы бір қонағы 25 жастағы ақш теңіз жаяу әскерінің қызметкері Рой Томпсон терезеден құлап кетеді. Ал келесі 2 жылда офицер Эрвин Неблет пен мұғалім Дорти Сегер бөлмелердің бірінде қайтыс болады. Екеуінің қанында у бар болған. 1944 жылдың күзінде Дороти Пурселл есімді 19 жасар қыз бен оның сүйіктісі 38 жастағы аяқ киім сатушысы Бен Левин қонақ үйге қоныстанады. Олар тамаша уақыт өткізіп, өте бақытты жұп сияқты көрінді. Бірақ бір күні түн ортасында Дороти ішінің қатты ауырғанын сезеді. Ұйықтап жатқан Бенге кедергі келтіргісі келмейді. Ол ваннаға әрең жетеді. Ауруы мүлдем төзгісіз болады және бір сәтте қыз бұл толғақ екенін түсінеді. Дороти тіпті жүкті екеніне күдіктенбейді. Жаңа туылған нәрестеге қарап, оның тыныс алмағанын түсінеді. Ол одан бетер шошып кетеді. Содан кейін Дороти терезеге барып баланы сыртқа лақтырып жібереді де Бенге не болғанын айтпастан төсекке жатады. Жаңа туған нәрестенің денесі келесі күні табылады. Медициналық сараптама нәресте өлі туылмаған деген қорытындыға келген. Оның өліміне құлау себеп болған. Полицейлер қайғылы оқиғаның кінәсін тез тауып, оған кісі өлтірді деген айып тағады. Доротиді 3 психиатр тексереді. Олар қылмыс жасаған кезде ол құмарлықтың күйінде әрекет етті деген қорытындыға келеді. Сот оны есі дұрыс деп тауып жазадан босатады. Элизабет Шорт Голливуд актрисасы болды, бірақ оның өмірі 1947 жылдың қаңтарында қайғылы түрде аяқталады. Қыздың денесі оңтүстік Нортон даңғылының маңындағы жерден табылған. Оның денесі қатты бұзылып, қайтыс болғанға дейін актриса зорланған. Бұл жантүршігерлік кісі өлтіру ешқашан ашылған жоқ. Бір қызығы, тергеудің бір бағыты тергеушілерді атышулы Сесил қонақ үйіне апарады. Өлерінен аз уақыт бұрын Элизабет барға сусын ішуге барған. Оның өліміне қонақтардың немесе қызмет көрсететін персоналдың қатысуы болуы мүмкін деген болжам бар. Бұл әбден мүмкін, бірақ өкінішке орай біз ешқашан білмейміз. Бұл туралы арнамда толық видеосы бар. Қарауға кеңес беремін. Келесі 10 жылдықтарда Сесилдің тағы 6 қонағы биіктіктен құлайды. Бірақ ең қорқынышты оқиға 1962 жылы болады. 27 жастағы қонақ үй қонағы Полин Оттон сүйіктісі Дьюимен қатты жанжалдасқан. Ол өзін аянышты сезінгені сонша бөлмесінің терезесінен секіруге шешім қабылдайды. Қайғылы оқиға орнына келген полицейлер алдымен Полиннің денесінің жанында 65 жастағы ер адам жансыз жатқандықтан қос қайғылы оқиғаға тап болдық деп ойлаған. Алайда тергеу барысында марқұмның көшеде кетіп бара жатқанда үстінен адам құлағаны белгілі болады. 1960 жылдары қонақ үйге Голди Оскут есімді зейнеткер телефон оператор қоныстанады. Ол жақын маңдағы алаңдағы көгершіндерді тамақтандыруды жақсы көретін мейірімді әйел болды. Ол ешқашан жанжалдаспады. Оның жаман ниеті жоқ еді. Бірақ 1964 жылы 4 маусымда ешкімнің ойына да келмейтін оқиға болады. Ол өз бөлмесінде өлі табылады. Оның денесінен пышақ жарақаттары мен тұншығу белгілері табылады. Ал қылмыс болған жердің қасында жергілікті спорт командасының логотипі бейнеленген бейсболка және кемпір үнемі өзімен бірге алып жүретін құс жемі салынған дорба болады. 1-2 сағаттан кейін осы қорқынышты және мағынасыз қылмысқа күдікті оның өлімінен бірнеше минут бұрын Голдиге телефон анықтамаларын жеткізген хабаршы ұсталады.
Ол егде жастағы әйел көгершін баққан алаңда қанды жейдемен қыдырып жүргенде ұсталады. Қысқасы, барлық дәлелдер оған нұсқайды. Алайда хабаршының кінәсін дәлелдейтін соттың есебі жеткіліксіз болып, ол босатылады. Өлтіру ісі ашылмаған күйінде қалады. Сесил қонақ үйі қаланың жындыларын көп көрді. Бірақ олардың ішіндегі ең қауіптісі 26 жастағы Джеффри Томас Пейли болады. Ол мылтық сатып алып, қонақ үйдің төбесіне шығып, адамдарды атып түсіре бастайды. Ер адам ұсталғанға дейін 15 оқ атқан екен. Бақытымызға орай ешкім зардап шеккен жоқ. Джеффри психиатрдың есебінде тұратыны белгілі болады. Дәрігер бұл адамның адамдарға қасақана зиян келтіргісі келмейтінін, бірақ ол басқаларға олардың кез келген қауіп-қатерден қорғансыз екенін айтады. Өйткені тіпті психикалық ауру адам да қаруды оңай сатып ала алады. 1980 жылдардың ортасында Калифорнияда бірнеше рет айуандықпен кісі өлтіру орын алады. Түнгі аңдушы деген лақап атқа ие болған қолға түспейтін қылмыскердің құрбандарды таңдауда қисыны жоқ сияқты болды. Бұл жергілікті тұрғындарды одан сайын үрейлендіреді. Бәрі өз үйінде де өзін қауіпті сезінеді. Тек 1985 жылы полиция кем дегенде 13 адамның өліміне жауапты маньяктың ізіне түсе алады. Бұл рок-музыка мен сатанизмге әуестенген есірткіге тәуелді Ричард Рамирес болып шықты. Ол өзінің қылмыстарының көпшілігін Лос-Анджелесте жасайды. Ол жиі Сесил қонақ үйінде болды. Бұл сериялық өлтірушілер үшін тамаша орын болады. Өйткені бөлмелер арзан болды, ал қызметкерлер қонақтардың еркелігіне көз жұмады. Ричард Сесил қонақ үйінде өзін жайлы сезінді. Түнгі аңдушы ұсталған соң, 5 жыл өткен соң қонақ үйге тағы бір ерекше қонақ қоныс аударады. Ол журналист Джек Унтервегер. 1970 жылдары ол даяшыны зығыр матамен тұншықтырып өлтірген. Содан кейін ол түрмеге жабылған. Түрмеде Джек түзету жолына түсіп, кітаптарды оқуға қызығушылық танытады және тіпті оны түрмеге апарған әрекеттері туралы шынайы естелік жазады. Кітап бестселлерге айналады және өкінген Унтервегерді босату зиялы қауымның назарын аударады. 1990 жылы Джек босатылып, бірден әлемге әйгілі болады. Ол үнемі ток-шоуларға шығып, тұтқындарды қайта тәрбиелеу туралы өзінің жеке телебағдарламасын жүргізеді және журналдарға мақалалар жазады. Бір күні оған Лос-Анджелестегі полицияның жұмысы туралы жазуға редакциялық тапсырма беріледі. Сесил қонақ үйінде багажын қалдырып, Джек жұмысқа кіріседі. Алдағы бірнеше аптада Лос-Анджелесте 3 жүзікше өлі табылады. Оларды Унтервегер өлтірген даяшы қыз сияқты көкірекшелер мен шұлықтармен тұншықтырып өлтірілген болып шықты. Полиция адам сенгісіз болып көрінетін ойға келеді. Егер бұл қылмыстардың артында Джек тұрса, көп ұзамай оның кінәсі дәлелденеді. Анықталғандай, Унтервегер түрмеден шыққаннан кейін бірден адам өлтіруді жалғастырған. Оның 11 құрбаны болады. 2013 жылдың қаңтар айының соңында Элиза Лем есімді студент Сесил қонақ үйіне тіркеледі. Алғашында ол жалпы бөлмеде тұратын, бірақ көршілері қыздың біртүрлі қылықтарына шағымдана бастағандықтан оны басқа қонақ үй бөлмесіне ауыстырған. Содан кейін Элиза жоғалып кетеді. 3 аптадан кейін қонақтар шүмектен шыққан су қандай да бір себептермен қара реңк пен жағымсыз иіске ие болғанын хабарлайды. Қонақ үй қызметкері су ыдыстарын тексеру үшін шатырға шығады. Олардың бірінің қақпағын ашса, жоғалып кеткен Элиза Лемнің денесін табады. Қыздың қалай келгенін ешкім білмейді. Достар, бұл Элиза Лем туралы видео арнамда бар. Толығырақ қараңыздар. Соңғы 10 жылдықтарда Сесил қонақ үйі көптеген туристерді, әсіресе қорқынышты жаны сүйер адамдарды тартты. Алайда бүгінде оған қоныстану мүмкін емес. 2011 жылы қонақ үй атауын Stay on Main деп өзгертеді, ал 3 жылдан кейін оның жаңа иесі болады. Ол күрделі жөндеуді бастайды. Жаңартылған Сесил 2021 жылдың қазан айында қонақтарға есігін айқара ашты.